Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қадірлі қатысушылар, баршаңызға бүгінгі онлайн вебинарымызға қош келдіңіздер деймін. Мен Алматы қаласы Алмалы ауданы номер 58-ші жалпы білім беретін мектебінің директорының оқушы жөніндегі орынбасары Байтуова Назерке Бердібековна. Бүгінгі вебинарымыздың жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі вебинардың мақсаты педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыру, тәжірибе алмасу және ең бастысы біздің мұғалімдеріміздің авторлық бағдарламасын тарату. Осы бағытта мектебімізде еңбек етіп жүрген тәжірибелі педагогтер, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Омаркулова Шайзат Ахатовна және биология пәні мұғалімі Абылханова Лиза Рахпатовна өздерінің авторлық бағдарламаларын ұсынатын болады алдағы уақытта. Бұл бағдарламалар практикалық тұрғыда өте тиімді, оқушының білім сапасын арттыруға жаңағы өзінің бағытталған жұмысымен және әріптестеріміздің көп жылдық тәжірибесінің нәтижесі деп толық айта аламыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі вебинарға сіздерге тың ой, жаңа идея және өз жұмыстарыңызға қолдануға болатын нақты әдістемелік материал алады деген сенімдеміз. Сондықтан да белсенді қатысып, сұрақтарыңызды қойып, пікір алмасып, жақсы бір уақыт өткізуге шақырамыз. Онда келесі кезекте биология пәні мұғалімі Абылханова Лиза Рахпатовнаны жаңағы шақырамын. Ол кісі өзінің авторлық бағдарламасымен таныстыратын болады. Рұқсат етсеңіздер. Сәлеметсіздер ма? Мен биология пәні мұғалімі Абылханова Лиза Рахпатовна. Бүгін сіздермен өзімнің жазған бағдарламам, яғни тақырыбы тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік негіздері деген тақырыпта бағдарламамен бөліскелі отырмын. Бұл 9-шы сыныптарға арналған. Авторлық бағдарламаның мақсаты оқушыларға тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік туралы ғылыми білімін қалыптастыру, генетикалық заңдылықтарды өмірмен байланыстыра отырып, олардың функционалдық сауаттылығын, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Авторлық бағдарлама міндеттері оқушылардың тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік туралы базалық білімдерін қалыптастыру, генетикалық терминдерді ген, аллель, генотип, фенотип, мутация, кариотип және тағы басқа өмірде дұрыс қолдануға дағдыландыру. Сонымен қатар менде заңдылықтардың маңызын түсіндіру арқылы генетикалық есептерді шығаруды үйрету. Оқушыларға биологиялық құбылыстарды логикалық тұрғыда түсіндіру және дәлелдеуге үйрету. Сонымен қатар жаралыстану ғылымына деген қызығушылығын арттыру, биологияны ғылымы бойынша алған білімдерін өмірмен байланыстыруға бейімдеу. Авторлық бағдарламамның өзектілігі қазіргі биология ғылымының дамуымен қатар генетикалық саласы да қарқынды дамуда. Міне осы ғылымның қарқынды даму барысында мектеп оқушыларына жаратылыстану ғылымын терең оқытып, осы ғылымға деген қызығушылығын арттыру керек деп ойлаймын. Бұл бағдарлама оқушылардың биологиялық сауаттылығын арттырып қана қоймай, сонымен бірге оларды болашақта медицина, агрономия, биотехнология ғылымдарының бағыттарына қызығушылықпен қарауға ынталандырады. Сонымен қатар генетика ғылымы туралы дұрыс ғылыми ақпарат алу арқылы оқушылар биологиялық қауіпсіздік және жауапкершілік сезімінде қалыптастырады. Авторлық бағдарламаның ерекшелігі бағдарламаны оқыту барысында сабақтың әр тақырыбы зерттеуге, тәжірибе жасауға, генетикалық есептерді шешуге, сызбалар мен диаграммалармен жұмыс жасауға бағытталған. Оқушылардың қызығушылығын арттыратын визуалды тапсырмалар, генетикалық кестелер және тұлғалық бағдарланған жаттығулар енгізілген. Авторлық бағдарламаның ғылымилылығы бағдарлама ғылыми биологиялық негізге сүйене отырып құрастырылған. Яғни заманауи генетикалық саласындағы жаңалықтар мен деректер енгізілген. Әрбір ұғым биологиялық дәлелдермен нақты ғылыми тұжырымдамалармен сүйемелденген. Авторлық бағдарламаның жаңалығы бағдарламада генетикаға қатысты күрделі ұғымдар қолжетімді тілде, күнделікті өмірмен байланысты түрде ұсынылған. Сонымен қатар жасанды интеллект элементтерін, цифрлық ресурстарды қолдану арқылы оқытудың тиімділігін арттырады.
Авторлық бағдарламаны оқытуда күтілетін нәтижелер. Оқушылар тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік туралы негізгі ұғымдарды меңгеріп, биологиялық мәнін түсінеді оның. Генетикалық терминдерді дұрыс қолданып, ғылыми тілде сөйлеу дағдыларын дамытады. Генетикалық есептерді шығару кезінде логикалық ойлау, талдау дағдыларын пайдаланады. Менде заңдылықтарын қолданып, генетикалық есептерді өз бетінше шығарып үйренеді. Биологиялық құбылыстарды талдап, дәлелдеуді, саралауды үйренеді. Сонымен қатар қазіргі таңда функционалдық сауаттылықты арттырып, биологиядан оқыған білімдерін күнделікті өмірмен байланыстыра отырып қолдана алады. Авторлық бағдарламаның ғылыми әдістемелік деңгейі. Бұл бағдарлама оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып жасалынған. Бағдарламада әдістемелік тұрғыдан сараланған тапсырмалар, рефлексия, жұптық, топтық жұмыстар түрлері қарастырылған. Күрделі тақырыптарды меңгеруге арналған визуалдық презентациялар, генетикалық кестелер, проблемалық сұрақтар қолданылады. Сабақта қолданылатын әдістер. Сабақта қолданылатын әдістер цифрлық ресурстар, саралап оқыту, кейс-стади, интервью, интерактивті тапсырмалар, попс әдісі, сұрақ-жауап, талдау, рефлексия және саралап оқыту әдістері қолданылады. Сонымен қатар бағдарламада қолданған ресурстардың негізгі түрлері бұл интерактивті технологиялар және цифрлық платформаларды қолдану. Білім сапасын жетілдіруде Google Forms, Kahoot, Qzys, Padlet, тағы басқа да сынды виртуалды зертханалық жұмыс істеуге арналған ресурстар жүйелі түрде қолданған. Мысал үшін, жасушаның құрылымын, ДНК, метод, мутация немесе тұқымқуалаушылық процестерін түсіндіретін кезде оларға арналған модельдер ұсынылған. Сонымен қатар электрондық платформаларымыз, өздеріңіз білетін білімленд, онлайн мектеп, Google Forms, Kahoot, Qzys сияқты электрондық платформалар қолданылған. Сонымен қатар ашық дерек көздеріне арналған шежіре құру, аурулардың тұқымқуалауына байланысты диаграммалар және кестелер ұсынылған. Осы жерде мен осы бағдарламаның негізінде 9 класстар білесіздер, осы генетикалық есепті 9 классқа келген кезде олар бірінші генетика бөлімін бастайды. Осы генетика бөлімінде генетикалық есептер шығаруды бастайды. Ең алғаш олар генетикалық таңбалармен танысады. Генетикалық таңбалардан кейін біртіндеп моногибридті, дигибридті, полигибридті будандастыруға есептер шығарып бастайды. Мен сіздерге қазіргі ұсынып отырған есептің бір түрі бұл моногибридті будандастыруға арналған тапсырма. Бұл жерде генетикалық есепте шарт таза сары тұқымды бұршақ өсімдігі 2 доминантты мен таза жасыл тұқымды бұршақты 2 рецессивті жасыл тұқымды бұршақты рецессивті будандастырғанда бірінші ұрпақтың F1 генотипі мен фенотипін анықта. Екінші, F1 дараларды өзара будандастырған кезде гетерозиготалы екінші ұрпақта қандай генотиптер мен фенотиптер пайда болады. Және де үшінші генотиптік және фенотиптік қатынасты көрсет. Бұл есепте оқушылар моногибридті будандастыруға арналған есепті шығарады. Дескрипторында пунетторын қолдана отырып, F1, F2 ұрпақтағы генетикалық үлгіні сызады, нәтижесін шығарып, тұжырымдайды. Бала моногибридті будандастыруға есеп шығарып болғаннан кейін, екінші тапсырмада өз есебіңді құрастыр, яғни нұсқаулық беріледі. Бұл нұсқаулықта өз бетінше моногибридті будандастыруға арналған оқушы есеп құрастырады. Есеп құрастыру барысында оқушылар бірінші есеп құрастырудың алгоритмімен танысады. Алгоритмда 2 ата-ененің генотипін көрсету бұл міндетті қадам болып есептелінеді. Сонымен қатар қандай да бір белгі бойынша будандастыру жүргізілетінін есептің барысында оқушылар көрсету қажет. Сонымен қатар пунетторын құру бұл будандастыру нәтижелерін есептеудің негізгі бөлігі болып есептелінеді. Себебі моногибридті де, дигибридті кезінде де есеп шығару барысында пунетторын құрып есепті шығарады және соңында жаңағы шыққан нәтижені санап көрсетеді. Сонымен қатар генотип, фенотип нәтижелерін шығару есебінің бұл осы генотип пен фенотип нәтижелерін шығару бұл есептің ғылыми негізгі қорытындысы.
соңында оқушы қорытынды жасап алынған нәтижені сөзбен түсіндіріп береді. Яғни бұл осы бағдарлама негізінде тапсырманың бір түрін сіздерге ұсынып отырмын. Екінші, жаңа басында айтып кеткендей, әдіс тәсілдер, соның ішінде мен пупс әдісін айтқалы отырмын. Пупс әдісі бойынша бұл мутацияның пайдалы және зиянды жақтары деген тақырыпта пупс әдісін қолдану. Пупс әдісінде генетикалық мутациялар адам мен табиғат үшін тек зиян әкеледі деген тақырыбында ой қорыту ұсынылады оқушыларға. Пупс әдісі деп отырғанымыз пікір білдіру, ойымды нақтылаймын, пайымдап дәлел келтіремін және соңғы қорытындысын шығарамын. Бұл оқушыларға мутацияның ұғымын түсіну, оның организм үшін қандай пайдалы жағы бар, қандай зиянды жағы бар, оларды бір-бірінен ажырата алуға, сонымен қатар балалар өздерінің ойын еркін жеткізуге, өзінің ойын нақтылап айтуға, пайымдауға, соңында қорытынды шығарып, өз алдына шешім қабылдауға көмектеседі. Бұл мында мысал жауап ретінде беріп қойғам. Мысалы, пікір білдіруде мен бұл тұжырыммен толықтай келіспеймін, өйткені мутациялар тек қана жағымды ғана емес, кей жағдайларда пайдалы әсерін береді, пайдалы нәтижелерін береді. Егер жаңағы ойымды нақтылаймын деген жерде кейбір өзгерістердің ағза үшін тіршілік ету ортасына бейімделуіне көмектеседі және пайдалы ерекшеліктердің қалыптасуына ықпал етеді. Үшіншісінде пайымдап дәлел келтіремін. Оқушы бұл жерде ауыл шаруашылығында арнайы мутагендік әсер ету арқылы жоғарғы өнім беретін өсімдіктердің сорттары алынады деген сияқты өзі мысал келтіреді. Соңында қорытындылайды. Яғни мутация тек зиянды деп бағалауымыз қате. Себебі табиғи өзгеріс кезінде оның пайдалы да жағы бар, зиянды да теріс салдары бар деген сияқты бала өзінің қорытындысын шығарады. Бұл балалардың өзінің ойын еркін жеткізуге көмектеседі. Сондықтан бір әдісті сіздерге ұсынып отырмын. Сонымен қатар бағалаудың түрлері әрине критериалды бағалау. Бұл сабақ барысында әрбір тапсырманы нақты дескрипторлар мен критерийлер қолданылады тапсырмаларға. Сонымен қатар формативті бағалау жұмыс барысында оқушылардың жетістікке, не болмаса жаңағы қиындық тудырған тақырыптарына саралау жұмысы жүргізу барысында. Өзін бағалау, өзара бағалау, 2 жұлдыз 1 тілек, галереяны шарлау, тағы сол сияқты бағалаудың түрлері ұсынылған. Сонымен қатар сабақ соңында міндетті түрде кері байланыс алынып, соңында оқушылардың рефлексиясы тыңдалады. Бұл менің осы авторлық бағдарламам тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік негіздеріне арналған бағдарламам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Қазір келесі қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі Омарқұлова Шайзат Ахатовнаны шақырамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі осы вебинарымызға қатысып отырғандарыңызға көп рахмет. Мен осы Алмалы ауданының нөмір 58 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Омарқұлова Шайзат Ахатқызы. Жалпы өзім қазіргі таңда 7 және 9 сыныптарға сабақ берем. Соның ішінде бұл 6 және 8 сыныптарға арналған оқу бағдарламасы. Авторлық бағдарлама. Жалпы менің бүгінгі авторлық бағдарламам тақырыбы мәтіндерді талдау және сыни қабылдау. Осы бағдарламаның мақсаты қазақ әдебиеті пәніндегі оқушылардың мәтіндерді терең түсініп, сыни тұрғыдан қабылдап, талдау дағдыларын дамыту, бұл арқылы оқушылардың әдеби шығармаларға сыни көзқараспен қарауы, өзіндік ой пікірлерін негіздеуі, дәлелді түрде жеткізе білуі, қазақ әдебиетінің ұлттық ерекшеліктерін ұғына отырып, шығармашылық қабілеттерін жетілдіру болып табылады.
Енді бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, бүгінгі таңда жаһандану үдерісінің қарқынды дамуына байланысты оқушылар мәтіндерді талдау және оған сыни дағдыларын қалыптастыру аса маңызды болып отыр. Әдебиеті пәнінде мәтіндерді тек қана оқып қана қоймай, оларды терең түсініп, сыни тұрғыдан талдай білу, болашақ ұрпақтың танымдық көкжиектерін кеңейту, осы бағдарлама қазақ әдебиетінен алынған көркем мәтіндер арқылы оқушылардың шығармашылық және сыни ойлауға үйретеді. Бұл олардың жеке тұлғалық дамуына, сондай-ақ заманауи қоғамның талаптарына сай болуына ықпал жасайды. Енді осы бағдарламамыздың мен 5 түрлі міндеттерін қойдым. Сол міндеттердің алғашқысы әдеби талдау әдістерін меңгеру, сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамыту, мәтіндік және дискуссиялық жұмыстарды жетілдіру, эстетикалық және мәдениет құндылықтарын тануға үйрету, өзіндік пікір қалыптастыру деп осы 6 міндетті мен алға қойдым. Алғашқысы әдеби талдау әдістерін меңгертуде оқушыларға көркем шығармаларда кездесетін әдеби тәсілдерді тану, оларды түсіну және талдауға үйрету. Тек қана оқушылар көркем шығарманы оқып қана қоймайды, сол көркем шығарманың ішіндегі тәсілдерді тауып және оларды өздерінің түсініп, соны талдау үйренуге бағытталады. Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамытуда мәтіннің негізгі идеясы мен мазмұндық және бейнелік құрылымын талдай отырып, сыни қабылдау қабілеттерін қалыптастыру. Жалпы оқушылар мәтінді оқыған кезде оның мазмұнымен және идеясымен танысу барысында өзіндік сыни қабілеттерін дамытуды қалыптастырады. Үшінші, мәтінде жәнегі дискуссиялық жұмыстарды жетілдіру. Бұл әдеби шығармалды талдау кезінде оқушылар топтық және жұптық жұмыстары арқылы бір-бірімен дискуссиялық қабілеттерін дамытады және өздерінің ойларын айта білуге және басқалардың да пікірлерін тыңдай білуге үйрету. Эстетикалық және мәдениеттік құндылықтарын тануға үйрету міндетінде қазақ әдебиетінде ұлттық және адамгершілік құндылықтарын оқушылардың бойына қалыптастыру, мәдениетке деген құрметтерін арттыру болып саналады. Өзіндік пікірін қалыптастыруда оқушылар шығармашылық ойлау қабілеттерін жетілдіру арқылы әрбір әдеби шығармаларға қатысты өзіндік көзқарастарын қалыптастырады. Тек қана шығарманы оқып қана қоймай, өзіндік оқушылар да пікірлерін қалыптастырады. Енді осы бағдарламамыздың теориялық маңыздығына келетін болсақ, бағдарламаның теориялық маңыздығы сыни ойлау мен әдеби талдау әдіснамаларын қазақ әдебиеті пәнінде қолдану қажеттілігін негіздеуімен ерекшеленеді. Бағдарлама теориялық тұрғыдан қазақ әдебиетінің терең мазмұнын түсіну, көркем тілдік қолданыстарды саралау, ұлттық құндылықтарды тану, сондай-ақ оқушылардың өз ойларын дәлелді түрде жеткізуге үйрету мәселелерді қамтиды. Оқушылардың сыни қабылдау деңгейін арттыру үшін классикалық және заманауи әдебиеттің өзекті тақырыптары мен бейнелік ерекшеліктері арқылы түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Бұл теориялық маңыздылығы болып саналады. Енді жалпы осы бағдарламаның жаңашылдығына келетін болсақ, бағдарлама қазақ әдебиет пәнінде сыни ойлау қабілеттерін дамытуды, жаңа тәсілдерді қолдануға бағытталған. Мәтіндердің талдау барысында қолданатын әдістемелердің қатарына рөлдік, ойындар, дискуссиялық және диалогты оқыту, зерттеушілік әдістері мен проблемалар талдау тәсілдері енгізілген. Бұл әдістер оқушылардың тек оқулық материалдарымен ғана шектелмейді, біліміне олардың кеңірек ойланып, сыни тұрғыда талдау қабілеттерін дамытады
және сонымен қатар бағдарламаға жаңа медиа құралдары мен және әдістерді қолдану арқылы білім беру үрдісінде жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды көздейді. Тек қана оқушылар шығарманы оқып талдап қана қоймайды, сонымен қатар сабақ барысында оқушылар оқығандарын диалогты оқыту арқылы сол тақырыпты зерттей, жәнегі ондағы проблемаларды жәнегі жан жақты талдайды. Тек шығарманың барысында ғана шектелмей, осындай жан жақты талдау арқылы оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін дамытамыз. Бағдарламада қолданылатын әдіс тәсілдер оқушылардың мәтіндерді сыни тұрғыдан қабылдау мен талдау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Енді оқыту әдістері мен тәсілдеріне келетін болсақ, бұны мен 6 түрге бөлдім. Бұнда ең біріншісінде мәтіндер талдау барысында талдау және түсіну әдісі, диалогты оқыту, рөлдік ойындар мен драматизация, зерттеушілік оқу әдісі, проблемалық оқыту, жазба және ауызша шығармашылық жұмыстар болып, осындай 6 әдіс пен тәсілге бөлінді. Ең бірінші талдау мен және түсіну әдісіне келетін болсақ, әдеби шығарманың құрылымын, мазмұнын, тақырыбын, идеясын, кейіпкерлердің мінез құлықтарына көркемдік құралдарын түсіндіру арқылы мәтіндерді жан жақты қарастыру мүмкіндік береді. Мәтінді оқу барысында оқушылар сондағы кейіпкерлердің мінез құлқына, көркемдік құралдарын түсінуге және мәтінді жан жақты талдай алуға бағытталады. Диалогты оқыту барысында оқушылардың диалог құру арқылы өздерінің пікірлерін алмасады. Бұл әдіс оқушылардың сыни ойлауына дамытуға ықпал етеді, себебі олар әртүрлі көзқарастар тыңдап, өз пікірлерін қорғай білуге үйретеді. Рөлдік ойындар мен драматизацияға келетін болсақ, бұнда әдеби кейіпкерлердің рөлін ойнау арқылы оқушылардың шығармаларының мазмұнын тереңірек түсінуге, оқиғалардың кейіпкерлердің көзқарасымен қабылдай алады. Бұл әдіс мәтінді талдау үрдісін жандандырып, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытады. Осы тұста оқушылардың жәнегі екінші бір қырынан да тануға болады. Бұл шығарманы тереңірек оқуға және рөлдік ойындар арқылы жәнегі мәтінді терең түсінуге мүмкіндік береді. Зерттеушілік әдісіне келетін болсақ, оқушылар дербес ізденуге, әдеби шығарманың мәтінін тереңірек зерттеуге және шығарманың авторлық көзқарасын түсінуге бағытталған зерттеушілік тапсырмалар беру. Бұл тапсырмалар беру арқылы әдеби шығарманы талдауда жаңа әдістермен игеруге және өзіндік пікірлерін қалыптастыруға бағыттайды. Ал проблемалық оқытуға келетін болсақ, шығармадағы проблемалық сұрақтар шығу арқылы оқушылардың сол сұрақтардың жауабын табуға бағыттайды. Бұл әдіс мәтіндегі басты мәселелерді анықтауға, сыни көзқарасының қалыптасуына көмектеседі. Ал жазба және ауызша шығармашылық жұмыстарына келетін болсақ, оқушыларды шығармаға қатысты эссе, әдеби сыни жазу, ауызша талдау жұмыстарын орындау дағдыландырады. Жазбаша және ауызша талдаулар оқушылардың өзіндік пікірін қалыптастыру қабілетін арттырады және мәтінге сыни көзқарасты қарауға үйретеді. Қазіргі таңда енді балалардың эссе жазуында, содан кейін талдауларына бұл бірден бір оқушыларға сабақ барысында тек ауызша ғана талданып қоймай, ары қарай өздерінің де осы шығармашылық жұмыстарына бірден бір өзіндік көмегін тигізеді деп ойлаймын. Енді осы бағдарламада жалпы біз не күтеміз? Жалпы күтілетін нәтиже, оқушылар әдеби шығармаларды түсінеді, оны сыни тұрғыдан талдай алады, мәтіннің негізгі идеясын анықтай алады. Екінші, әдеби шығармаларда қолданатын бейнелі құралдарды, әдеби стильдер мен тәсілдерді айыра біледі, оларды мәтіндегі рөлін түсіне алады. Талқылау, пікірталас, жазба және ауызша талдау арқылы өз ойларын дәлелді түрде жеткізе біледі. Қазақ әдебиеті шығармаларында ұлттық және адамгершілік құндылықтарды таниды және құрметтейді.
оқушылардың сыни тұрғыда ойлау қабілеттері дамиды және әдеби шығармаларға өз көзқарастарын қалыптастырады және оны негіздей алады. Міне осындай тапсырмаларды беру арқылы оқушылардың осындай нәтижелерін күтеміз деп ойлаймыз. Жалпы тыңдап отырғандарыңызға рахмет. Енді өздеріңіздің сұрақ жауаптарыңыз болса, қоюларыңызға рұқсат. Бүгінгі семинарға тағы да қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, жалпы осы комментарийға жазсаңыздар да болады. Рахмет қатысқандарыңыз үшін, сау болыңыздар.